Жарапазан. Ассалаумағалейкум, мұсылмандар, ойының қамзолына қысылғандар. Қазақ даласында ислам діні берік орын тепкеннен кейін пайда болған тұрмыс салт жырларының бір түрі. Ол ел арасында ораза ұсталатын Рамазан айында айтылады. Кешкілік ауызашар кезінде ауылдың өлең айтуға бейімі бар жастары жиналып, әр үйдің тұсына келіп жарапазан айтады. Оны ешкім ерсі санамайтын болған. Қайта үйден шама шарықтарына қарай сыйлық алып шығып, жарапазаншыларды риза етіп жіберетін болған. Жарапазан мәтіні айтыла әбден қалыптасқан жаттанды шумақтардан құралады. Мазмұн жағынан оны шартты түрде 3 бөлікке бөлуге болады. Ең алдымен жарапазаншы үй иесін мадақтаудан бастайды. Одан ислам дінінің шарттарын уағыздап, имандылыққа шақырып өсиет айтады. Соңы бата берумен аяқталады. Әрине, айтушы өзінің қабілет қарымына орай жаттанды мәтіннің қаңқасын бұзбай, өз ойынан да шумақтар қосып айта береді. Үй иесінің көрсеткен құрмет сыйына қарай оның жомарттығын, шүлендігін марапаттап, алғыс тілекте айтады. Кейде көңілден шықпағандарды қауақы тілмен кекелеп, әзіл қалжыңға да айналдыратын сәттер болады. Жарапазанның негізгі мақсаты ораза айында ел көңілін көтере жүріп, ислам дінін насихаттау, жұртты шариғатқа, иманға ұйыту, береке бірлікке, ізгілікке шақырудан туған. Оған әсіресе жастар мен балалар белсенді ат салса жүріп, өздері де үлгі өнеге алған. Кеңестік дәуірдегі шектеулердің салдарынан ұмытыла бастаған жарапазан ислам дінінің жандануына байланысты қайтадан салтқа еніп келеді.